Мен Бекенова Гүлжанат Аманқызы, Қарақия кәсіптік колледжінің тамақтандыруды ұйымдастыру өндірістік оқу шеберімін. Өтетін сабағым секерлі мастика. Сабақтың мақсаты теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана білуге дағдылау, секерлі мастика дайындау технологиясын үйрету. Сабақта қолданылған технологияларым үй тапсырмасына «Миллион кімге бұйырады» ойынын пайдалану арқылы сұраймын. Жаңа сабақты студенттер демонстрациялық түрде және технологиялық картаны қолдана отырып мастика жасайды. Сен не түсіндің? Тапсырмасын орындау арқылы сабағымды қорытындылаймын. Бас киім, аяқ киім барлығы түгел. Сабағымызды бастауға дайын екенбіз. Біз өткен сабақта үй тапсырмасына не бердік? Шоколад өнімін. Шоколад өнімін кәне қайталап көрейік. «Миллион кімге бұйырады» ойыны арқылы қайталаймыз. Бірінші сұрақ. Шоколадты какао майымен 4-1 қатынасында біріктіреді. Қалақшадан аққанға дейін 33-45 градус температурада ерітеді. Бұл процесс не деп аталады? Ганаш, крем, темперинг, кілегей. Ақмажан айталы? Темперинг. Тексеріп көрейік. Темперинг дұрыс. Келесі. Глазурлеу кубертюрдің қанша градус температурада жүргізіледі? А. 20-25 градус, 40-50 градус, 30-31 градус, 50-60 градус. Кім айтады? Нұршат айталы? 30-31 градус. 30-31 градусқа тексеріп көрейік. Дұрыс, 30-31 градус. Сұрақ. Мына өнімнің қайсысы торт әшекейіне жатады? Роспик, марципан, лангет, эскалоп. Айтады, қарлыш айталы? Марципан. Марципан. Енді барлығын сабақты жақсы түсініпсіңдер, өткен сабақты жарайсыңдар. Енді бүгінгі жаңа сабағымыз мастика дайындау технологиясы. Мастика дегеніміз, мысалы, тәттіні жақсы көрмейтін адам жоқ, әсіресе балалар, солай ма? Енді біздер аспазшылардың міндеті тортты дайындап қана қоймай, оның бетіне әсемдеп, тәбетін ашатындай қылып дайындау керек. Мастика негізін орыс тілінен маслик, илеу деген мағынаны береді. Мастиканы әртүрлі гүлдер, корона, сосын картішкелер, әртүрлі заттар дайындауға болады. Әртүрлі заттар дайындауға болады. Мастика негізінен үш түрге бөлінеді: өңделген қанты, қайнатылған қант крахмалды және сүтті. Өңделген дегеніміз, өңделгенге желатинді бөктіріп, одан кейін оны қайнауына жеткізіп, артынан суытып 20-30 градусқа дейін, сосын бары қант ұнтағын қосып, араластырып дайындаған мастиканы біздер өңделген дейміз. Ал қайнатылған қанты крахмалды, ол үшін сіргені қайнатып, үстіне крахмалды тағы салып қайнатып, содан кейін барып қант ұнтағын қосып, араластырып дайындалған мастиканы қайнатылған қанты крахмалы дейміз. Ал сүтті дегеніміз, ол үшін қоюландырған сүтке қант ұнтағын және құрғақ сүт, лимон қосып дайындаған мастиканы сүтті деп атаймыз. Бұл жерде қазір бүгін мастиканың сүтті мастикасын дайындаймыз. Қалғандары кейінгі сабақтарда дайындаймыз. Сүтті мастиканы дайындау үшін құрғақ сүт 200 грамм, қант ұнтағы 200 грамм, қоюланған сүт 100 грамм керек. Мастикамызды бірінші қаспен араластырамыз, қоюланған сүтті құйып тұрып, қоюланған сүт құямыз. Жақсылап араластырамыз, комоктай түйіршіктер қалып қоймау керек. Шашпай, аспай жайлап қоймаймыз. Қолмен дейін. Сабақта қолданылған сөздікпен жұмыс жасаймыз. Жаңа сөздермен. Және қант орысшасы, ағылшыншасы, сүттің орысшасы, ағылшыншасы, милк дұрыс. Лимонның
Қант ұнтағы 200 грамм. Иә, дұрыс. Қант ұнтағы 200 грамм. Сосын лимон, жарты қасық лимон қосып жіберін. Жарты қасық. Бұл түсін сақтау үшін керек. Жақсы түсін сақтау үшін лимон қышқылы және иісін шығару үшін хош иіс. Жарты қасық. Жарты болды ма? Бұда қара ойды. Берекелі болса дейді ма? Сендер де болсын, сендер де болсын. Өте жақсы шықты, торттарың спанч боп. Енді саламызды түсінгенімізді және бірнешелері жоқ тұсында осының астында сұрақтар бар. Бүгінгі сабақтың түсінген-түсінбегендерімізді тексеріп көреміз. Кәне, кім шығады? Ақмаржан, сенен бастап. Сұрағыма қой. Мастиканың 3 түрін дайындау рецептурасы бар. Мастика дайындаудың 3 түрі бар. Өңделмеген, крахмалды және де сүтті. Үстінде желатиннің артық суын шығарып, оны қыздырамыз. Және де 25-30 градуста температурасында суытып, оны ұнтағымен, сахар ұнтағымен біртекті маса алып елейміз. Жарайсыңдар. Білімді әрі қарай жалғастырып, жеке кәсіп ашып, немесе басқа да білімдерімді жоғарылатуға тілектеспін. Сабағымыз аяқталды.